Математика. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Оқу мақсаты санды өрнектер түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген қарапайым есептерді шешуді, қосу мен азайтуға берілген құрама есептерді санды өрнек түрінде шығарудың моделін құрастыру. Бірінші тапсырма. Есепте. Бұл есептеуді орындауда арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін есіңе түсіресің. Алғашқы өрнекті оқимын. 15 азайту 3 пен 5-тің көбейтіндісі, қосу 7 мен 2-нің көбейтіндісі. Алдымен көбейту амалдарын орындап аламыз. Одан соң азайтуды орындайсың, ең соңынан қосуды орындайсың. Осылайша, қалған өрнектерде де арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін есіңе түсіре отырып, орындайсың. Екінші тапсырма. Теңдеуді шеш. Теңдеу дегеніміз белгісіз айнымалысы бар өрнек. Алғашқы теңдеуді оқимын. X қосу 7 мен 4-тің көбейтіндісі тең болады 40. Бұл теңдеуді бірден шешу мүмкін емес. Оны алдымен дайындап алуымыз керек. Бұлар күрделі теңдеулер. 7 мен 4-тің көбейтіндісін тауып, оны жазып қоямыз. Одан соң көшіріп жазамыз. X қосылған 28 тең болады 40 деген теңдеу пайда болды. Енді бұл теңдеуді шешуге болады. Компоненттерді есімізге түсіреміз. Қосылғыш, қосындының мәні. Егерде қосылғыштың бірі белгісіз болса, үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Келесі күрделі теңдеуде 32 мен 4-тің бөлінісін тауып алуымыз керек. Одан соң теңдеуді көшіріп жазамыз. Келесі қадамда компоненттерді есімізге түсіреміз. Бізде азайту белгісі бар. Демек, компоненттер азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Азайғыш белгісіз болғанда қосу амалымен орындаймыз. Үшінші теңдеуде азайту амалы. Азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Бізде белгісіз азайтқыш. Егер азайтқыш белгісіз болса, үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Осы айтқандарды ескере отырып, теңдеулердің мәнін, яғни теңдеудің түбірін дұрыс табасың деп сенемін. Оқулығыңның 31-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аудар. Бұлар құрама есептер. Құрама есептің А бөлімі. Тыңда. Алматыдағы медеу мұз айдынына 9 бала келді. Бұл ересек адамдарға қарағанда 3 есе артық. Мұз айдынға неше ересек адам келді? Есептің шартын құрамыз. Шарты 9 бала, яғни сен сияқты 9 бала. Бұл ересектерден 3 есе артық. Бізде бұл деген кілт сөзі бар. Неше ересек адам келді, яғни неше үлкен адам келді деп сұрайды. Ересек адам деген үлкен адам деген сөз. Енді шешуін табу үшін бұл деген кілт сөзге қараймыз. Бұл деген сөз айтылып тұрған арифметик амалға кері амал орындауды нұсқайды. Яғни бізде арифметикалық амал 3 есе артық деген сөз бар. 3 есе артық деген шын мәнінде көбейту дегенді білдіреді. Бірақ бізде бұл деген кілт сөз бар болғандықтан, біз керісінше көбейту емес, бөлу амалымен орындаймыз. Яғни 9-ды 3-ке бөліп орындаймыз. Сонда неше ересек адам келгенін тауып аламыз. Ескер, егерде шартты есепте бұл деген сөз болатын болса, айтылып тұрған арифметикалық амалға кері амал орындайды екенбіз. Ұмытпа.
Ә бөлімі. Мұз айдынға 9 бала, ал олардан 3 есе артық ересек адамдар келді. Мұз айдынға барлығы неше адам келді? Санды мәліметтердің астын сызамыз. 9 бала, 3 есе артық ересек адам, белгісіз, сондықтан да үтір қойып сұрақ белгісін қоямыз. Барлығы неше адам келді? Тағы да сұрақ белгісін қоямыз. Міне, бізде 2 сұрақ пайда болды. Демек, шешуіне 2 өрнек жазамыз. Шешуін есептеп, жауабын жаз. Б бөлімі. Тыңда. Автобусқа 24 бала, балалардан 3 есе кем мұғалімдер, ал мұғалімдерге қарағанда 2 есе кем аналар отырды. Автобусқа неше ата-ана отырды? Санды мәліметтерге сүйенеміз. Қанша бала? 24 бала. Жазып қоямыз. 3 есе кем мұғалімдер. 3 есе кем мұғалімдер. Белгісіз, сондықтан да үтір қойып сұрақ белгісін қоямыз. Енді мұғалімдерден ата-аналар 2 есе кем. Бұл да белгісіз. Үтір қойып сұрақ белгісін қоямыз. Енді сұрақтарға жауап берейік. 2 сұрақ болды, демек шешуіне 2 өрнек жазамыз. Автобусқа неше ата-ана отырғанын табамыз. Алдымен мұғалімдерді тауып аласың. Одан соң осы мұғалімдерден ата-аналар 2 есе кем дейді. Сол сұраққа жауап берсең, автобусқа қанша ата-ана отырғанын таба аласың.